Қайырлы күн оқушылар. Парасат пен пайым бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңінің жанрлық ерекшелігін айқындау. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты көркем шығарманың композициялық жанрлық ерекшеліктерін айқындау. Қасым Аманжолов 1911-1955 жылдар аралығында өмір сүрген. Бірінші тапсырма: берілген бейнебаяннан ақынның шығармашылығына қатысты деректерді жазыңыз. Дескриптор: бейнебаянды мұқият тыңдайсыздар, шығармашылығына қатысты мәліметтерді жазасыздар. Дауылпаз жырларымен күллі қазаққа танымал болған Қасым Аманжолов 1911 жылы қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай ауылында дүниеге келген. 1923 жылы Қасымды ағасы Ахметжан Семейдегі бастауыш мектеп-интернатқа түсіреді. Мектептен кейін Қасым Семей мал дәрігерлік техникумында оқиды. 1930 жылы Алматыға келіп, Лениншіл жас газетінің редакциясына қызметке орналасады. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түседі, бірақ аяқтай алмайды. Оралға келіп, екпінді құрылыс газетіне жұмысқа тұрады. Алғашқы өлеңдерін Қасым Семейде жазған. Олар Қабырға газетіне ғана басылып жүрген. Бұл өлеңдер жазылған дәптері кейін жоғалып кеткен. Сондықтан 1930 жылдарға дейін жазған өлеңдері сақталмаған. Ол жылдарда жазылған өлеңдері өзі қызмет істеп жүрген Лениншіл жас, Қызыл әскер, Пионер газеттерінде жарияланған. Қасым Аманжоловтың ақын, азамат болып қалыптасуына Орал қаласы үлкен әсер етті. Осы қалада ол ең алғаш махаббат, жастық жырларын жазды. 1935 жылы әскер қызметінен босай сала, Қасым Оралдың театр труппасын ұйымдастырып, өзі көркемдік жетекші болды. Осы кезде Қасымның ақындық, әншілік, әртістік таланты жұртшылыққа танылды. 1936-1941 жылдары Қасым Аманжолов Алматыға келіп, социалистік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде жазушылар одағында қызмет істеді. Бұл кезде ол өлеңмен қатар әртүрлі тақырыпта мақала, очерк, фельетондар жазады. 1939-1941 жылдар аралығында Қасымның шығармашылық өрлеу дәуірі басталды. Осы кезеңдерде жазған өлеңдерінде ақынның өрісті ойлары, терең сезім қуаты, өткір тіл байлығы байқалады. Және де Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Байрон, Маяковский шығармаларын қазақ тіліне аударуы Қасымның шығармашылық өнерінің өсу жолын анықтай түседі. Қасым қалың жұртшылыққа өзінің ақындығы, аудармасымен ғана емес, сонымен қоса әнімен, домбыра, сырнай, скрипка, фортепианода ойнайтын әдемі өнерімен де танылған. Ол өз өлеңдеріне ән шығаруды да өзінің хобби санаған. Дариға Солғыз, Туған ел, Өзім туралы, Айтшы жаным атты өлеңдері бүгінгі жақсы әндер қатарына қосылады. Қасым Аманжоловтың бірінші өлеңдер жинағы 1938 жылы Өмір сыры деген атпен шықты. 1940 жылы Қасым Маяковскийдің 10 шақты өлеңін аударып, 1941 жылы Бар дауыспен деген атпен жеке жинақ етіп жариялады. Қасым лирик ақын ғана емес, эпик ақын. Ол әдебиетте Махамбеттің ақындық дәстүрін жалғастырды. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып, жауға қарсы қолындағы қаруымен де, қаламымен де белсене күресті. 1943 жылы Сұрапыл соғыс кезеңінде ақын өзінің жақын досы, жас ақын Асқар Жұмағалиев туралы Ақын өлімі туралы аңыз атты поэмасын жазды. Рахмет оқушылар, жарайсыңдар. Қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, халқымыздың дарынды ақыны. Ақынның өзі туралы толғанысы, сезімі, ақындық мақсат айтылады. Ақынның адал, шыншыл мінезі өзімен бірге өлген жоқ, тамаша өлеңдерінде жүр Тахауи Ахтанов. Сабағымызды жалғастырамыз. Сабағымыздың мақсатына сәйкес сюжет дегеніміз не, жанр дегеніміз не, композиция дегеніміз не, еске түсірейік. Сюжет өзара жалғасқан оқиғалар тізбегі біртұтас желісі. Жанр түр тек ұғымын білдіреді,
өнердің барлық түрлерінде тарихи қалыптасқан іштей жіктелім жүйесі. Жанрлық жіктелім әрбір өнер түрінің ерекшелігіне байланысты өзіндік жанрлық жүйе құрайды. Жанрдың әдебиеттің тегі мен түрінің қайсысына жататынын көркем шығарманың эстетикалық сапасы, көлемі, соған сәйкес жалпы құрылымы анықтайды. Жанр поэзия, проза, драма болып бөлінеді. Композиция туындының құрылымы, оның жанр мен мазмұнына орай құрамдас бөліктерінің тұтастығы. Екінші тапсырма: көркем шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтаңыз. Дескрипторды басшылыққа аласыздар. Шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтайсыздар. Өлең арқылы дәлелдейсіздер. Шығарма жанры: өзім туралы өлеңі лирикалық жанрға жатады. Лирикалық шығарма өлеңмен жазылады. Көркем шығарманың жанрлық ерекшелігі: көркем әдебиет стилі, оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі бар. Лирикалық кейіпкер Қасым Аманжол. Оқулығымызда берілген өлеңді жақсылап оқып шығамыз. Үшінші тапсырма: өлеңді оқып, мазмұны негізінде сюжеттік композициялық талдау жасаңыз. Дескриптор: өлеңді оқисыздар, сюжеттік композициялық талдау жасайсыздар. Бірінші үзінді: өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалынатқан сөз дайында, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп, тулатып бір қозғайында. Оқиғаның басталуы: өз өмір жолын философиялық ой елегінен өткізуі өз перзенттеріне рух берді. Екінші үзінді: өмір жоқ түскен жерде бір арнаға, көп күттім, көп тіледім құмарлана, қайтейін жетер емес қысқы өмірім, алыстан көрінген мен мұнарлана. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап, жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпемді мен жатармын қырдағым тап. Оқиғаның дамуы: өзінің қысқа өмірінде арман мақсаттарының бір арнаға түсуін қалады. Келер ұрпақтың өмірі жарқын, бақытты болады деп есептеді. Үшінші үзінді: өкінбен, мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсата алмай келемін деп, күніне 100 ойланып мың толғанам, өзіммен бір өлмесін өлеңім деп. Барым да, бақытым да осы өлеңім, жақыным, жүрегімнің дос өлеңім, өмірге келгенім жоқ бостан босқа, мен қайтып, босқа жасап, босқа өлемін. Шиеленісі: адалдық, шыншылдық, терең ой, отты сезім, бары да, бақыты да өлеңі, бар ғұмырын еліне, өлеңіне ғана арнаған. Төртінші үзінді: қасыммын, сол баяғы бір қасыммын, бақытын ойламаймын құрбасымның, тымырсық түнек болсаң дұшпаныңмын, ақ көңіл, адал болсаң сырласыңмын. Боламын ақын Қасым әлі демен, өлеңін бөбегіндей әлдейлеген, қанатын қағып жылдам келер жылдар, бәрінде қарсаламын ән күйменен. Шарықтау шегі: ақын шабыты еркін қанат қақты, өзінің бақытын ғана ойламады, адал дос, сырлас. Бесінші үзінді:
Сондықтан ап кел бері домбырамды, кеудеме күй қанатты қондыранды, берейін өмірімнен өлең жасап, шашайын оңды солды сол мұрамды. Дүниеге келер әлі талай қасым, олар да бұл қасымды бір байқасын, өртке тиген дауылдай өлеңімді қасымның өзі емес деп кім айтасың? Шешімі өмірінен өлең жасай отырып, дүниеге әлі талай қасымдардың келетініне сенім білдірді. Өз өмірін өлең арқылы өрнектеді. Іштей ойлану, толғануы, жан сыры, әрі кейінге қалдырған аманат сөзі іспетті. Сабағымызда кері байланыс. Сабақ барысында алған ақпаратымызды тұжырымдап, өз жетістігімізге баға берейік. Білім, тақырып бойынша алған ақпаратым, баға, жетістігіме баға, идея, маған келген жаңа ой. Қасым батыр, азамат, қасым өлең, бір көлмеген өлеңі өзіменен, тани білу, бағалау өр мінезін, өлеңіне өзі жайлы бойлап терең. Сабағымызды қорытындылаймыз. Ақын шығармалары мәңгі есімізде қалмақ. Біз бүгінгі сабақта Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңіне сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін айқындап түсіндік. Сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Жарайсыздар. Сау болыңыздар.